Сәлем достар, бүгін біз абрикостан джем жасайтын боламыз. Ол үшін 1 килограмм өрік аламыз, және де осындай қылып тазартып аламыз. Абрикосты тазалап алдық, сүйексіз 1 килограмм болады. Енді осы абрикосымызға 1 килограмм қантымызды саламыз. Отқа 3-4 қасық суымызды қойдық. Енді ішіне өрігімізді толығымен саламыз. Енді өрікті араластырамыз. Шамалы жібу керек. 1 шай қасық лимонная кислота саламыз. Енді жаңағы 1 килограмм қантымызды бірнеше бөлікке бөліп, осындай стақанмен бөліп құямыз, және де 5 минут қайнатамыз. Екінші стакан қантымызды салып, тағы да 5 минуттай қайнатамыз. Үшінші стакан қантымызды салып араластырамыз, 5 минут қайнатамыз. Қанттың соңғы бөлігін саламыз, 5 минут қайнатамыз. Банкаларды 5 минуттай стерильдейміз. Джем дайын болды. Енді банкілерімізге жаймендеп құямыз. Абрикостан жасалған джем дайын болды.